Достар, барлықтарыңызға сәлем. Және бүгінгі видеода мен сіздерге өте пайдалы 7 мамырға не сыйлауға болады деген видео түсіретін боламын. Егер бұл видео сіздерге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Ал ендеше мен видеомды бастаймын. Және осы видеоны көрмес бұрын колокольчикті басып, және менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Достар, және бұл видеоны бастамас бұрын сіздерді 7 мамыр мейрамымен құттықтаймын, егер көріп жатсаңыздар. Және де 7 мамырда бір күн қалды, бүгін 6 мамыр, бірақ сол бір күннің ішінде немесе ертеңгі күнде сыйлық сыйлауға ешқашан кеш емес, тіпті келесі жылы болсын сыйлық міндетті түрде керек. Сол үшін де осы видеоны көріп жақсылап тұрып не сыйлауға болатынын сіздерге айтатын боламын. Және бұл жақта сіздер естіп жүргенде білмегенде сыйлықтар болуы мүмкін. Және мен сіздерге барынша ұнауына тырыстым. Және бұл 500 немесе 1000 теңге арасында, тіпті қымбаттау арзанырақ сыйлықтар. Ал ендеше көріңіздер, біз бастаймыз. Ең алдымен бірінші сыйлықтан бастайық. Ең алдымен бірінші сыйлық ол осындай блокнот. Блокнот 500 теңге, тіпті қымбаттары да бар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, тіпті 200 теңгеліктер де бар. Ол блокнотта әр адам жазады, және блокнот арқылы сізді еске алады. Блокноттың өте көп пайдасы бар, керек кезде жаза алады. Сондықтан да блокнот сыйлағандарыңыз жөн. Және блокнот алар алдында түсіне мән бергендеріңіз жөн. Түсіне, оның түріне, себебі ол адамға ұнай ма ондай түс. Сол үшін егер ол ұнамай қалған жағдайда деген оймен сондай блокноттың түсіне де мән бергендеріңіз, өзіне де сапасына да мән бергендеріңіз жөн болады. Және де негізгі сыйлық ол қолдан жасалған сыйлық деп айтады, бірақ та бүгінгі менің сіздерге айтайын деп тұрған сыйлықтарым ол екеуі де, яғни қолдан да и сатып алынған сыйлықтар. Ал енді екінші сыйлыққа көшейік. Екінші сыйлық бізде ол осындай қораптар, яғни бұл қораптың ішінде, бұл жай қорап емес, өзің көріп тұрғанша суретінен. Және бұл жай қораптар емес, бұл қораптардың ішіне өздеріңіз бір қорап алып, оның ішіне әртүрлі, дәл осы суреттегілер тәттілер, әртүрлі өте дәмді, күшті тәттілер, және де ішіне блокнот, тағы да бағана айтқандай шампунь, солардың барлықтарын салып қорапқа берсеңіздер өте қатты күшті сыйлық болады. Және қорап көбінесе 600 теңге тұрады базарларда, көп болса 1000 теңгеге дейін болады. Сондықтан да бұл сыйлықта өте ыңғайлы, қолайлы берсеңіздер болады. Ал енді келесі сыйлыққа көшейік. Келесі сыйлық, достар, ол бізде дәл осындай иіссу. 7 мамырға иіссу беруге де болады. Және ол иіссуды өзі қалаймын, ол қай фабриканы жақсы көреді, содан немесе өзіңізге бір жаққан керемет бір иіссуды алып берсеңіздер, ол ертең үлкен естелік болып қалады. Ал енді келесі сыйлыққа көшейік. Келесі бізде ол келесі сыйлық бізде ол бокал сыйласаңыздар болады, стакан, яғни мысалы оны ішкен сайын стакандар өте әдемі көрінеді, және ішкен сайын, су бірдеңе ішкен сайын естелік, және оны өзімен бірге алып жүруге де болады. Стакан, менің ойымша, өте әдемі, және оның ішіне өздеріңіз суреттерін жабыстырып берсеңіздер де болады. Ол өте күшті сыйлық. Немесе стаканның құр өзінде берсеңіздер болады, және оның талғамына, түсіне мән бергендеріңіз дұрыс болады. Ал енді келесі сыйлыққа көшейік. Достар, келесі сыйлық ол тәттілер, яғни сіздер бағана айтып кеткендей, бағана мен сіздерге қораптың тәттілер салып беріңіздер деп айтқан болатын. Ал бірақ енді бұл тәттілер ол басқаша тәттілер, өздеріңіз суреттерінен көріп тұрған шығарсыздар. Бұл тәттілер мысалы түрде интернетте заказдар көп, немесе өзіңіздің торт жасатын бір жерге барып айтсаңыздар міндетті жасап береді деген ойлаймын. Сол кісіге, беретін кісіге атын жазып, тәтті жазып беріңіздер, немесе менің ағама деген сияқты осындай жазулармен жазып берсеңіздер, олар өте қатты қуанады, жегенге де тәтті, және өте күшті қуанады, адамның көңіл-күйін көтереді, расымен де. Ал енді келесі сыйлыққа көшейік. Достар, келесі сыйлық 7 мамырға ол өзіңіздің достарыңызға бір осындай септер берсеңіздер болады, яғни оны қолға тағатын септер, олар өте әдемі көрінеді менің ойымша, және де оны да сыйлауға болады. Келесі сыйлыққа көшейік. Келесі сыйлық ол бізде өте әдемі, өте керемет, адамның көңілінен шығатын открыткалар, яғни открыткаларды оны қолдан да жасауға болады, және үйден де және сатып алуға да болады. Сатып аласыз, және оның жанына тәттіні қосасыз. Тәтті Milky Way
және әртүрлі күшті тәттілерді салып открыткамен берсеңіз, оның өзі сіздерге үлкен көңіл бөлгізеді және үлкен адамның көңілін көтеретініне мен толықтай сенімдімін. Келесі сыйлыққа көшейік. Келесі сыйлық ол адамның қалаған заты, мысалы түрде наушник болуы мүмкін. Әр адам өзінің наушник алғысы келетін мүмкін. Наушник егер қолыңыздан келіп жатса, наушник сыйлаңыз, жаңа өзіңіздің керемет бір заттарыңызды қосыңыздар. Және де әртүрлі техникадан адам қызығатын болса, мысалы түрде ол адам блогер болатын болса, оған әртүрлі камера деген сияқты фотоаппарат, тағы да басқа наушник, мишка, компьютерге қолданылатын заттарын алып бергендеріңіз дұрыс болады. Және де ол адамға келесі ол киім. Киім ол қымбаттау тұрады, бірақ та киім ол өте әдемі. Сол киімге ақшаны жинап құртқанша сол адамның көңілін көтереді және ол ертең үлкен естелік болып қалады. Киім әртүрлі әдемі күшті адамның талғамына байланысты киім таңдап сыйласаңыздар қуанарына мен сенімдімін. Келесі сыйлыққа көшейік. Келесі сыйлық ол бізде, егер мысалы түрде сіз оған яғни ол кісіге өзіне деген сенімі үшін, яғни өзіне деген құрметіне деп жасалған бір арнайы тәтті тағамдар жасап берсеңіздер қуанады. Өз қолыңызбен үйде барлық ингредиенттерін алып, барлығын жақсылап тұрып жасап берсеңіздер, ол адам міндетті түрде қуанады. Осындай әртүрлі пирогтар ютубта толып жүр. Солардың біреуін ашып, қазіргі таңда заманауи, яғни сіздерде YouTube бар, мен біліп отырмын. Яғни сіздерде телефон бар, себебі сіз осы телефонмен сол видеоны көріп болғаннан кейін оттан іздеп ертеңгі бір түнде күшті пирогтар, тіпті атын жазылған торт пісіре алсаңыз, торттар, тәтті бәліштер пісіріп қуантсаңыз да, оның өзі үйде жасалған өте күшті сыйлық болып табылады. Келесі сыйлыққа кеттік. Келесі сыйлық ол белдік. 7 мамырға ұлдарға белдік керек, сол үшін де оны да сыйласаңыздар мүмкін өте жақсы. Андай кожаный сыйлық, менің ойымша, ол да өте жақсы сыйлық. Келесі сыйлыққа көшейік. Келесі сыйлық ол бізде осындай сок, яғни сок болғанда ыдыс, сок құятын, су құятын ыдыс. Егер ол адам спортсмен болса, заниматься ететін болса, ол адамға міндетті түрде, яғни жаттығу жасайтын болса, тренировкаға баратын болса, ол адам міндетті түрде шөлдейді. Және ол іс-сапарларға баратын болса, ол адамға міндетті түрде су ішетін ыдыс керек. Сол үшін де бергендеріңіз дұрыс болады. Ол адам пикникке шыққанда да, достарымен жүргенде де, мектепте де, ол адамға үлкен жұмысында да ондай ыдыс керек, сондықтан да советую. Келесі сыйлыққа кеттік. Мен қазір даусым қалай шыққанын білмеймін, мен сізге барынша айтып жатырмын. Және де егер сізде келесі сыйлық ол өзіңіз апарып, яғни таңдатып алсаңыздар болады. Мысалы түрде тағы да ол кісіге мысалы түрде әртүрлі көптеген букет берсеңіздер болады. Ол букет қандай букет? Ол гүл емес. Букет дегеніміз ол мынандай өте әдемі, өте керемет, өздеріңіз көріп тұрғандай тәттілерден жасалған букет. Ол букет өте дәмді және өте әдемі көрінеді. Немесе ол тәттілі букеттен гөрі құлпынаймен жемістерден жасалған, бананнан жасалған әртүрлі букеттерді берсеңіздер болады. Менің ойымша өте әдемі сыйлық және прям керемет. Келесі сыйлық ол осындай сыйлық. Ол өте оңай сыйлық. Ол үшін ең алдымен өзіңіз жақсы көретін, яғни оның жақсы көретін суреттерін шығартып, ол адамның суреттерін шығартып, 50-ден астын шығартсаңыздар, соны дәл осылай бір әдемі жіпке іліп, дәл осылай берсеңіздер өте әдемі болып шығады. Бөлмесіне іліп қойғанға да өте әдемі тұрады. Сол үшін сіздерге кеңес беремін. Ал енді достар, менің осымен видеом аяқталып, мен сіздерге көптеген себептер айттым. Егер менің видеоны ұнаса, менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз, және де жақындарыңызды қуантыңыздар, осы видеоны көріңіздер, және де біреусін болмаса, біреусін сыйлық сыйлаңыздар. Сыйлыққа алыңыздар, сыйлық сыйлаңыздар. Ал енді барлықтарыңызды 7 мамыр мейрамымен құттықтаймын. Сау болыңыздар.